жігіт ретінде көріп, солай қабылдаған кездерім де болған. Және де бұл кісінің өзі бірінші таныстыққа ұсыныс тастап, сөзін салғанын күттім. Яғни сезім болғанын сіз білесіз? Сезім болғанын білмеймін, бірақ сездім. Айтады ғой, мен жай ғана ренжулі болдым да бұл кісігеші. Сезімі бар болса, менде көңілі болса, неяқта үміткер күтіп отырмаса екен, маған осыны елдің алдында айтса екен деген секілді бір назым болды. Және де кешеде менімен қоштасқан жоқ, бүгін де амандасқан жоқ деген секілді. Соның барлығын ойланып отырдым да, бүгін соның әсерінен менің көңіл күйім болмай қалды негізінде. Сыртта, Ернар, сіз ұнатып жүрсіз? Қашаннан бері? Былай айтайыншы, Болашақ ханым, ең басында келген кезде мен негізі сразу аға деді ғой енді. Содан кейін мен мүлде жоқ, ешқандай қызға сезіммен іштегі ешқандай нәрсем ашылмайтынына мен сенімді болдым басында. Одан кейін маған бір-екі сөйлеген ұнады ең басында. Қызға бір керекті дүниелердің барлығын айтқан кезде мен сәл бір оппа деп ойланып қалғаным бар. Одан кейін жақын араласа келе, сөйлесе келе бір-екі қылықтарын байқадым. Сәл-сәл менің ойымдағы адамның мүсініне келеді. Ер азамат сыйлауы, бағанағы менің алдыма көп шықпайтыны деген сияқты. Бірақ енді өзінің пікірін айтады, бүйтеді, бірақ еркелігі көп та. Бір қылықтарымен бір бауырау болған сәттері болды. Бірақ енді құлай сүйіп ғашық болу емес енді андай, бірақ іште бір нәрсе бір дызылдаған сияқты болды менде. Одан соң кешеде ойландым, сәл-сәл мына жақта отқан кезде сәл өзім қалың ойға батып кеттім да. Сол күн сәл ауыр болды маған. Шыққаннан кейін де бір-екі шаруаларым бітпей қалып, сонымен бәрі қарбаласып кетті да. Адам баласымен сөйлеген менің вообще қауқарым болған жоқ мен. Нониға да жақындаған жоқпын артық ше. Брат, не болды? Айтшы, брат, не жоқ, мен өзіммен болғым келіп тұр. Сұрақтарыма өзім жауап алайыншы дедім. Өйткені мен білем, маған ондай кезде адам баласы келсе, мен артық айтып қоямын да, Болашақ ханым. Мен одан кейін сол именно маған жақын адамға сөйлеп қоймайыншы, көңіліне тиіп қоймайыншы деген мақсатта мен артық айтқым келмейді. Содан кейін де мен сөйлескім келген жоқ. Бұл кісі айтып отыр ғой, енді бір ауыз айтсаңыз болатын еді, нормально деген сияқты қылып ше. Мен оның бәрін айтсам, бұл әңгімеден әңгіме шыға береді. Не болып қалды? Түртпектей береді. Мен сол кезде бір өз-өзімнен шығып бір нәрсе айтып қойсам, көңіліне тиіп қалуға қорықтым. Одан соң мүлде сетта болған жоқпын. Өзімнің бір аға бауырым бар еді, сол жігітпен барып сөйлесіп, енді ол отбасылы адам ғой. Содан барып ақыл тыңдап кішкене енді осы жақында қуанышы болған өзім ағам сол кісіге барып, үйінде болып деген сияқты сәл сырласып, шай үстінде әңгіме қылып, ол ағам да енді совет берді, егер жүрегің қалап тұратын болса, қатты ондай бір неге салмай, қазір әрекетің жаса, ниетіңді дұрыста деді да маған. Мен әу бастан сол кезден бастап бәлкім мен ниетім өте жақсы болған, бірақ сол бір андай бір болмайтын нәрселерге салып кейде мен қатты ойланып сондай болып кеткен шығармын деп ойлаймын. Сол ағамның ақылынан одан кейін барып үйге барып тұжырым жасадым да бүгін сондай бір қауқармен келгем негізі.